Отандық телеарналардың біріне айтыскер ақын Ринат Зайытов қазіргі шоу-бизнеске көңілі толмайтынын айтты. Нақтырақ айтсақ, Ерболат Беделханның жаңа тобы 91-ға қатысты. Ол сөз әлеуметтік желіде қызу талқыға түсті. Бірі қолдап жатса, енді бірі жоққа шығарып жатты. Осылайша пікірлер екіге айырылды. Осы орайда Орда тобының мүшесі Ерболатқа барып, өз ойын білуді жөн санадық. Менің өзім ойымша, Ринат бауырым кішкене ішін терең қазып білмей жатып, кішкене өз ойын айтып қойған сияқты. Енді бұл біздің профессиямыз, мамандығымызға байланысты адамдардың пікір айту, сөз тигізу, енді оған үйреніп қалдық қой. Ақын Ринат Зайытовтың ойынша 91 тобы қазақилықтан жұрдай. Оларға қарағанда ұлтымызға жақын дүниелерді Төреғали Төрәлі қолға алғандай көрінеді. Ендеше көрейік. Және де Серікбол Сайлаубек. Мен сені ешкімге бермеймін, Қазақстан. Сенбеймін, ешкімге көнбеймін, Қазақстан. Қос өнерпаз да әндерін өзге ұлттардан ұрлаған бұлай тұрсын қазақшаға аударып айта салған. Соңғысы тіпті Молдаван әуендеріне ұқсас етіп шығарып келеді. Арман тізіле, нұр ойнаған жүзіңе, қараймын да таңғаламын, қарындасым пай. Осы орайда ақынның сөзімен келіспейтіндер де табылып жатты. Мысалы, Баян Есентаева. Я честно не знаю, я не в курсе, что сказал мой добрый, талантливый друг Ринат. Бәлкім бұл топ досым Ринат Зайытовқа ұнамаған болар, алмаған ұнады. Бірақ бұдан дау шығарудың қажеті жоқ. И я не думаю, что это чья-то вина. Кому-то нравится, кто-то восхищается. Дегенмен күні кеше дәл осы дау белең ала бастаған кезде Баян ханым өзінің инстаграмдағы парақшасына Ерболаттың тобын мақтап жазды. Вчера мне хотелось поддержать их. Кеше мен оларды қолдағым келді, қолдадым да, бірақ мені кейбіреулер дұрыс түсінбеген секілді. Есболат түсініксіз пост жариялапты. Мен онда топтарды салыстырғаным жоқ, керісінше қарсыласты сыйлау керек деп жаздым. Баян ханымның ашуына тиген Орда тобының тағы бір мүшесі Есболаттың мына посты. Осылайша дауға ұласып кете жаздады. Кейіннен әншілер өзара түсіністі. Ал Ерболат Беделханның ашуына тиген сонша, ол өзін ақынға өзі таныстырды. Орданың баласы деп отыр, менің атым Ерболат, топтың аты 91. Расымен де қазақ өнері үшін 91 тобы өзгешелік алып келді. Кейде бір сарынды әндер мен костюм шалбардан шаршайтыныңыз да анық. Қайткенмен де таңдау халықта. Ал бұл даудың немен аяқталары әзірге белгісіз. Оны жіті назарда ұстайтын боламыз. Сөз соңында Ерболат Ринатқа былай тіл қатты. Бауырым, сен кішкене маған келсең, мен саған түсіндіріп берейін.